Бәріңе сәлем, сіздермен Ане, сіздерді өзімнің каналымда көргенім үшін өте қатты қуаныштымын. Бүгін сіздермен айтатын тақырыбымыз арман мақсатты қалай жазамыз, орындалу үшін және де жазу техникасы. Өзім қолданатын арман мақсат жазған кезде пайдаланатын ғылыми дәлелденген техникаларды сіздерге ұсынғым келіп тұр. Сіздер де өмірлеріңізде пайдаланып, өздеріңіздің арман дұға карталарыңызды дәл осы техника арқылы қолдансаңыздар болады. Негізінде жыл сайын адамдардың көпшілігі армандарын жазады, арман картасын жасайды, бірақ көпшілігінің арман мақсаттары орындалмайды. Не үшін? Себебі дұрыс жазылмайды, дұрыс іске қосылмайды деген секілді. Ал енді олай армандарымызды қалай дұрыс жазамыз, дұрыс жүйелейміз. Осы бойынша айтсақ, негізінде бұл тема бойынша кәдімгі америкалық ғалымдар зерттеп тастаған. Сіздер де ютубтан қарап көрсеңіздер болады. Джо Диспенза деген атақты ғалым дәл осы тематиканы зерттеген. Яғни медитация, армандардың дұрыс визуализация жасалуы, олардың дұрыс жүйеленуі, оларды дұрыс ойлауымыз секілді дәл осы нәрселерді зерттеп тастаған ғалым Джо Диспенза. Осының видеоларын ютубтан қарап көріңіздер. Ал енді мен сіздерге қазақша нұсқада қалай дұрыс жазу техникасын қолдану керек, осы бойынша бөліссем. Негізінде армандар өте көп. Егер де біз оны ойлап тек қана жүретін болсақ, онда оның орындалу ықтималдылығы өте төмен. Ал егер де біздің жазған ойымызға алып, барлығын жазсақ, ол кезде армандарымыз жүйеленеді. Ал енді оны қалай дұрыс жазамыз? Ең бірінші, армандарды жазған кезде ең бірінші нәрсе, ол бізде барлығын досконально жазу. Прям досконально. Мысалы, үй қалайсыз ба? Қанша квадрат метр үй? Ол үйдің орналасқан локациясы қандай болу керек? Оған терезеден күн қалай түсу керек? Терезеңіздің форматы деген сияқты барлығы пункт-пунктімен жазылу керек. Үйге байланысты. Тіпті машинаңыз болса, ол қандай түс, оның маркасы қандай, оның сатып алу примерно бағасы қандай, оның іші қандай деген сияқты каждый армандарымызды детальны түрде жазу. Екінші нәрсе, ол бізде армандарды жазған кезде оған эмоция қосу. Мысалға, мен ол үйде өзімді өте қатты бақытты сезінемін. Ал енді екінші нәрсе, бізде жазамыз досконально, одан кейін ол бізде визуализация. Визуализация процесінде бізге дәл сол моментке байланысты керекті картинкалар мен визуализация, немесе жаңағыдай эмоциялық күйде визуализация. Егер де екеуін бірге қоссаңыздар, вообще классно. Мысалға, үй қалайсыз, дәл сол үйдің картинкасы, және де сол үйде біз өзімізді эмоционалды күйде қалай сезінеміз. Мысалы, бақытты сезінеміз, еркін сезінеміз, немесе машина айдаған кезде біз өзімізді сенімді сезінеміз деген секілді. Дәл сол арманымызға байланысты картинкаға қарап отырып, өзіміздің визуализация жасауымыз. Дәл сол эмоцияны өзіміздің бойымыздан өткізуіміз. Үшінші нәрсе, дәл армандарды осы шақта жазу. Себебі миымызда болашақ деген ұғым жоқ, дәл осы сәтпен өмір сүреді. Сол үшін барлық арманымызды осы шақта жазамыз. Менде бар, мен айдап келе жатырмын, мен үйде тұрамын деген секілді қылып осы шақта жазу. Мысал ретінде сіздерге жазған арман картама, яғни арман блокнотыма жазған бір-екі нелерімді оқып берейін, арман мақсаттары. Мысалы, мен қазіргі таңда үлкен карта желанияда жасаймын, және де осылай блокнотқа да жазамын. Екеуі де идеально. Сіздер екеуінің біреусін таңдасаңыздар болады. Мысалға, мен арман блокнотына жазған кезде оны осылай бөліктерге бөліп алдым. Және де бірінші оның визуализация фотосы, және де тексті жазылған. Мысалға, мына жерде машина айдап келе жатқан сенімді қыздың суреті, одан кейін қасында жазылған менде. Машина айдауды мен өте тез, жеңіл түрде үйрендім. Мен рульде өзімді сенімді, және де еркін, әрі қауіпсіз сезінемін. Мен қазіргі таңда 2 айдың ішінде, Құдайға шүкір, машина айдауды үйреніп алдым негізінде. Одан кейін екінші арман, мысалға, жүргізуші куәлігін ұстап тұрған қыз, одан кейін былай деп жазылған: жүргізуші куәлігін мен жеңіл түрде өзім тесттен өтіп, жақсы нәтиже көрсетіп алдым. Мен өте қатты бақыттымын. Яғни, біз жазған кезде міндетті түрде картинкасы, одан кейін досконально тексті, және де эмоцияны қосуымыз. Осы 3 функцияны бірге атқарсаңыздар, біздің миымызға өте жақсы сигналдар барады. Негізінде осы Джо Диспензаның еңбектерінде RAS деген терминдар қолданған. RAS дегеніміз Reticular Activity System деп аталады, яғни мидың нейрондарына байланысты термин. Егер де біз армандарымызды жазып, оған күнделікті визуализация жасайтын болсақ, күнделікті қарап, мысалға, ол кезде миымызға сигналдар барады. Бұл біз үшін маңызды деп, дәл соған байланысты мүмкіндіктерді жан-жағымыздан көре бастаймыз. Сіз өзіңіз жазғаннан кейін тіпті байқасаңыз болады, соған байланысты
мүмкіндіктер жан-жағыңыздан келе бастайды. Мүмкіндіктер деп отырғанымыз не? Мысалға, менде мынандай нәрсе болды. Мен осылай машина айдауды үйренгім келді қатты, осылай тілектерімді жаза бастадым, өзім армандай бастадым. Сол кезде маған мен өзім негізінде Reels наставничество бойынша студенттер алам. Солайынан маған өзінің автошколасы бар қыз наставничествоға жазылды. И ол маған айтады: давайте сіз біздің автошколада тегін оқыңыз, біз сізді тегін істейік, сіз маған еще реклама жасап беріңізші деген сияқты ұсыныс айтады жұмыстың процесінде. И вот осылайынан бізге жан-жақтан мүмкіндіктер келе бастайды. Мысалға, мен ол автошколаны даже өзім іздеген жоқпын, ол маған келді, алдыма келіп тұр да. Мысалы, тегін түрде мен мысалға үйрендім негізінде автошколасында деген сияқты. Сол сияқты нәрселер өте көп, мүмкіндіктер, тіпті үй алу процесінде, көлік алу процесінде деген секілді. Және де менде бір арман болған, мен ауылда тұрған кезде мен үйімнің терезесі өте үлкен панорамный болса екен деп армандайтынмын. Білмеймін неге екен, солай армандайтынмын. И арман картамның барлығына панорамный тереземен үй салатынмын. Солай мен арман картасына панорамный тереземен көп үйлер саламын, визуализациямды дәл осылай панорамный терезелермен жасаймын. Одан кейін ең бірінші біздің алған үйіміз дәл сондай панорамный тереземен болған болатын. И одан кейінгі тұрған 2-3 үйімізде дәл сондай панорамный тереземен болды. Сол сияқты сіз ойлаған нәрселер өзі жаймендеп келе бастайды, мүмкіндіктерді көре бастайсыз, соған байланысты нәрселер бізге ағылып келеді. Ал енді сіздер басында оңай болу үшін өздеріңізге былай жасасаңыздар болады. Армандарды секторларға бөліп жазу. Мысалға, біздің миымызда өте көп арман бар, и бір-бірімен каша болып жатыр, ойлаймыз әр нәрсені деген сияқты. Сол үшін ең дұрыс нәрсе ол армандарды әртүрлі секторларға бөлу. Сектор дегеніміз қандай? Бөліктерге бөліп жазу. Мысалға, егер де сізде махаббат жағыңыз жақсы болып тұрып, егер де ақшалық жағыңыз нашар болса, ол кезде баланс болмай қалады кейде. Сол үшін барлық жағында баланс болу үшін арман мақсаттарды секторларға бөлген тиімді. Мәселен, бірінші махаббат секторы, Махаббат секторы ол біздің ғашығымызбен, жолдасымызбен, жігітімізбеге байланысты армандарымыз. Екеуіңіз нені қалайсыздар? Мысалға, бақытты өмір, одан кейін бір-біріңізді түсіну, түсіністік, қолдау, соған байланысты барлық жігітіңіз екеуіңізге, жолдасыңыз екеуіңізге байланысты барлық 15 шақты арманыңызды дізіп жазыңыз. Мысалға, аптасына бір рет романтический ужинға бару, немесе ай сайын бір нәрселер жасау, екеуіңіз бірге уақыт өткізу деген сияқты. Яғни барлық жігітіңізге байланысты арман мақсаттарды бір бөлікке жазыңыз. Екінші бөлік бізде сектор ол даму секторы, біздің хоббиларымыз. Біздің өзіміздің хотелкаларымыз бар, Мысалға, мен видео түсіруді үйренгім келеді, немесе мен жаңағыдай нені үйренгім келеді тағы да. Әдемі болғым келеді. Мысалға, бетімді емдегім келеді, денсаулығымды емдегім келеді, немесе йогаға барғым келеді, фигурамды қалыптастырғым келеді, арықтағым келеді. Соған байланысты екінші сектор бүкіл өзіңіздің дамуыңыз, хоббиіңіз, сол жерге байланысты армандарыңызды жазып шықсаңыз болады. Тіпті килограммыңыз қанша килограмм болу керек, сіздің фигураңыз қандай болу керек, яғни өзіңіз даму мақсатында, хобби мақсатында нені қалайсыз, соны тізіп жазу. Үшінші сектор ол бізде саяхат, яғни қай елдерге саяхаттағыңыз келеді, қандай тамақтарды жеп көргіңіз келеді, кіммен барғыңыз келеді, қандай теңізге түскіңіз келеді, қандай мұхитқа түскіңіз келеді, яғни бұл жерде біз саяхат секторына жазамыз. Одан кейін тағы да келесі сектор ол бізде карьераға байланысты пландарыңыз, одан кейін білім, яғни қандай білім алғым келеді, нені оқып үйренгім келеді, мысалы право алғым келеді, машина айдау үйренгім келеді деген секілді. Одан кейін бізде оқу білімнен кейін отбасы, үлкен семьяларыңыз, сіздің әке-шешеңіз, сіздің өзіңіздің қалайтын үйіңіз, яғни отбасылық заттарға байланысты дүниелер. Одан кейін біздің хотелкаларымыз. Біз қыздар хотелкаларымыз өте көп. Мысалы, Dyson хотите, біреуіңіз машина, біреуіңіз тағы да телефон, iPad деген сияқты. Яғни хотелкаларымызды бөлек жазу. Жетінші атақ абыройларымыз. Біз қандай статуста өзімізді көргіміз келеді. Может, біреулеріңіз завуч болғыларыңыз келеді, может, біреулеріңіз директор болғыларыңыз келеді, мысалға статус. Может, біреулеріңіз 10 000 оқырман қалайсыздар, может, біреулеріңіз 1 000 000 подписчик қалайсыздар Инстаграмда. Яғни барлық атақ абырой, сіздің қоғамдағы бейнеңізді қандай көргіңіз келеді, қалай сұхбат бергіңіз келеді адамдарға, соның барлығы дәл осы атақ абырой секторына тізіп жазсаңыз болады. Енді тізіп жазған кезде әрқайсысына 10-15-тен жазып, жаңа айтқанымдай, бірінші визуализация картинкасы, одан кейін жазу техникасын қолдансаңыздар болады. Мен негізінде дәл сондай қылып блокнотымды сызып алғанмын, яғни бөлшектерге бөліп, мысалға секторларды жазып деген секілді осылай қолмен істеп шықтым. Барлығын 8 секторға бөліп, және
және де 8 секторға байланысты картинкаларын, тексттарын қойып шыққан болатынмын. Және де бұл нәрсенің өте удобны екендігін байқап, жақында дәл осындай форматта 100 арман орындалған 100 арман деп аталатын жаңа блокнотымызды шығарудамыз. Бұйырса, осы видео шыққанша ол блокнотта дайын болып қалатын шығар. Міндетті түрде Каспидегі сілтемесінің астына қалдырам. Сол жерден блокнотты көрсеңіздер болады. Және де енді визуализация жасауға арналған, және біз арманға қадам деп аталған кітапша шығарған болатынбыз. Бұл кітапшаның ішінде 500-ден астам фотосуреттер бар. Сонымен қатар жаңа менің айтқан арман картасын дұрыс жасау схемасы бар. Және де активацияға байланысты сөздер, мотивациялық сөздер барлығы жинақталған. Егер қаласаңыздар, осы кітапшаны да алып өздеріңіздің арман карталарыңызды жасасаңыздар болады. Негізінде екеуін бірге алып, блокнотпен жаңағыдай арман картасын бірге алып жасағандарыңыз тағы да тиімдірек болады. Осы видеоның астына сілтемелерін қалдырам, және де Инстаграмда қалдырам, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Ал енді алдағы уақытта өзімнің YouTube каналыма осындай қызықты форматтағы видеолар, арман, мақсат бойынша, Reels блог бойынша пайдалы ақпараттарды көбірек салуға тырысатын боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Барлықтарына пока-пока.